Біздің киелі Сығанақ, ежелгі Сығанақ қаласының жанында орналасқан Сығанақ кәдесіне жалпы Сунағат ауылына қош келдіңіздер. Құрдастар, сыныптастар, парталастар, шәкірттер, бір кездегі балғын жастар, 45 жыл өтті мектеп бітіргелі, бастарын қосқалы отыр. Бүгін достар деп тойымызды бастай ғанайын. Осы тойды бастамас бұрын, осыдан 45 жыл бұрын әдемі қыз, әдемі жігіт болып мектеп бітірген, бүгін міне немере сүйіп ата мен әже болған біздің үлкен кісілеріміз дастархан басына жиналып отыр. Бізде қазақта сөз бар ғой. Тірі байымайды, өлі разы болмаса деп. Соған байланысты осы жерде отырған Айтбаева Ілескүл апамыздың 2 баласын, Шайхымбекова Күнсай апамыздың жолдасы мен баласын, Сәреева Рахат апамыздың 3 баласын, Құдайбергенова Құрбанкүл апамыздың қызын, Ахметова Айшагүл апамыздың жолдасын, Битабарова Роза апамыздың жолдасын, Жәнібеков Мәмен ағамыздың жолдасын, Ертаева Анар апамыздың жолдасын, Алдабергенов Сәпен ағамыздың баласын аяғымыздан тік тұрып 1 минут еске алсақ деген ұсыныс бар ағай. Рахмет. Енді осы кісілер арба атылғаннан кейін арамызда отырған осы кісілердің аты аталғаннан кейін бір Құран бағыштағанын жөн көріп отырмыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولأستاذي ولأقربائي أجمعين. اللهم تقبلنا خصوصا قصيدة Kur'an-ı Kerim'den okuvatkan, telavat-ı Kur'an'larımızın savabını, külli kelib atkan
ағайындарымыздың жүректен шыққан жақсы лебіз тілектерін Алла салауаттарын сауын қабыл айдап күллі үміткер осы шағбан айы екен оразаның алдындағы қасиетті кеше жұма пейшембі бүгін сенбі күндер үміт еткен осы жамиғат мұсылмандардың ата аналарына туыс бауыр жамиғатларына арамыздан осы 35 жылдың ішінде дүниеден өтіп отқан жора жолдастарымыз бар. Атын атаймыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Шейсенбай ұлы кеңес марқұм құрдасымыздың рұқсатіне, Серік марқұмның құрдасымыздың рұқсатіне Әбілқайыр Ханситова Бибижамал деген құрдасымыз болған оның рұқсатіне, ата-аналарына Құлынбек па? Әшім марқұм құрдасымыздың рұқсатіне Нұрымбет Әбілқайыр Серік Жетбаева Күйшенкүл марқұм көрген бет Әбуова марқұм құрдасымыздың рұқсатіне Қадірәлі одан бері келатында мына жанұяларымыздан да өткен сол перзенттері болады, не болады, сол өткен кісілер бар, соны атап өтейік. Класстастарымыздың жанұяларынан өткен кісілер. Жоқ, айтқан жоқ, класстастарды айтып қой. Мынау Базархан ағамыздың балдары. Атығым? Сен оқышсың. Мен оқып отырмын. Мен түсінбедім. Айтбаева Лескүл екі баласы, Шайхынбекова Күмісай жолдасы баласы, Сәреева Рахат үш баласы, Дайбергенова Құрбанқұлдың бір қызы, Ахметова Айшагүлдің жолдасы, Битабарова Розаның жолдасы, Жәнібек Мәменнің жолдасы, Ертаева Анардың жолдасы, Алдабергенов Сәпеннің баласы. Алла Тағала осы ататалған класстастармен, перзенттерінің жанұяларына өткен барша жамиғат әруақларға Алладан рахмат болсын, пайғамбарымыздан шапағат болсын. Осы күнге жеткен де бар, жетпеген де бар. Алла Тағаланың бұйырған ризық несібесімен өмірімен жетіп отырмыз. Соған шүкір, соған арамызда Фатима құрдасымыз ұйымдастырып қойған рахмет ол кісі. Осы жағдайдың себеп болып өйтіп отыр. Мына келген қадамдарыңызға Алланың нұры жауып, қалған бала шағалар, ағайындар, туыстар, бауырлар отбасыларында аманшылық болып, Құда қаласа дендеріне сау қойып. Өсіп келе жатқан немерелер бар, ағайындар бар, туыстар, балдар бар, азамат болып, Құда қаласа солардың қызықшылығын көрсетіп, қызықшылық тойында қауыштыра берсін, дендеріңізге саулық берсін. Мынау осы күнге жеткенге шүкір қыламыз Аллаға. Мұнда бір құрметті ораза айының алдында қауышып жатырмыз. Алла Тағала барша дұғаларымызды қабыл етіп, ата-аналарымызға, туыстарымызға, үміт еткен барша әруақтарға бағыштады. Алладан рахмат болсын, пайғамбарымыздан шапағат болсын. Дендеріңізге саулық беріп, қосақтарымызбен қоса қарып, қалған бір жарым жаңадай арадан дүниеге өткен кісілер болса, соны қалған мынау класстастарымызға, қатарларымызға қызығын көрсетіп, немере шөберенің Алла Тағала жақсылығын нәсіп ете берсін. Мынау бейбітшілік, тыныштық болып елімізге, Қазақстан мемлекетімізге мемлекет болғалы қиыскен жоқпыз ғой. Патшалы ел болып жатырмыз. Ол жағынан сүйіндіріп, Алла Тағала тыныштығын берсін, халқымызға, елімізге ынтымақ беріп, бір жағадан бас, бір жағынан қол шығарандай ынтымақ берсін. Келген ағайындарымыздың қадамдарына Алланың нұры жауып, Алла Тағала желеп жебеп, қаяқта жүрсе аман болуына Алла нәсіп етсін. Ва саллаллаху тағала аля хайр халқихи Мұхаммадин ва аля алихи асхабихи ажмаин би рахматика я архамар рахимин. Қош келдіңіз. Гүлжан, Зүлфия, Роза, Алима деген апаларымызға сөз кезегін береміз бірінші.
Bunday отырыс күнде бола бермейді. Сағыныштық қосылған. Құрамыз ба жоқ кім бой роза? Өзіңізге қалай ыңғайлы солай айта беріңіз. Есімі ұл болсын. Камиля. Тықбаева, Тықбай Аманбекова. Жаңа ата-бабадан тұрсын да енді сөз сөйлейтіндер. Біз Ілескүл апа, Гүлжан апа, Зүлфия апа, Роза апа, Әлім апа. Жүзмен сөйлей берсін, жүпімен шалы бар қасында. жүзімізбен ба жүзім бәрі. Үйге барғасын жалып айтып бәле болады. Емісіне бастауы жүріп қойдеңіз. Шалынан қорқады. Шалда қорқпайтын адам жоқ шығар. Жарайды енді өз білеріңді. Микрофон жоқ. Жоқ, сіздердің ұсыныстарыңыз дұрыс. Негізі мына списокте ер кісілердің аты жазылмапты күйеулеріңіздің. Сондықтан ер кісілеріңізбен бірге сөйлеңіздер, ұят болмасын. Айталғандар құрмет жүргізбейді дейсіз. Алтыңыз күреге, үйге барып жалып айтып жүрмеңіз. Жарайды, мына құрдастарым, достарым, класстастарым, мына бүгінгі мерекелерің бәріңе құтты болсын. Бүгін біз өзіміз үшін мереке, үлкен мынау. Әрине осы мерекеге келу үшін өзім күн санап, жеткізе алмай, сағат санап, жүрегім лүпілдеп, дүрсілдеп, сендерді көргенше сөйтпедім өз басым. Сағыныштым соншалықты. Мына осы өзіміз 45 жыл бойы, бітіргенімізге 45 жыл болса, 45 жыл бойы бас қоспақпыз. Көрмегендеріміз бар екен, әрине бір-бірімізді әне жерде көріп те жүрміз ғой, көрмегендеріміз де бар екен. Мен жаңа 45 жыл бойы көрмегендерімді көріп жатырмын мына жерде. Қуанышымда шек жоқ. Осы класстастардың әрине басын қосып бүгінгі күні бәрімізді жүздестіріп, кездестіріп отырған мына бүгінгі Фатымаға үлкен алғысымды айтамын. Ер азаматтың қолынан келмейтін істі істеп отыр Фатыма. Осында ұйымдастырып, басымызды қосып отыр. Алғысым шексіз. Айналайын Фатима, мынау семьяңда еш жамандық көрме. Ол қыздарыңның қызығын көріп, мынау менің ағамен қосағар жақсы өстіп жүре бер, жасарып, қартайма. Мынау не дейміз енді? Бүгінгі қайта-қайта мерекелеріңізбен құттықтайық, алып бір-бірімізді дидарласып, жүздесіп, көріп атқаныма қатты қуаныштымын өзім. Мынау дастарханнан енді алып отырмыздар, дастархан. Енді не дейміз мынау? Не айтарымызды да білмей қалдық қой. Арқыстарымыздың, жаңа айтып, енді әркімнің енді семьясында көбіміздің жаңағыдай қайғы қасірет болып жатыр екен, бір-біріміз танымағасын, жүздеспегесін, кездесіп тұрмағасын білмейміз. Әрине оған жаңа үлкен Құран оқып бақшылап көңілдік айтып жатырмыз ғой енді. Қабыл аларсыздар енді. Ендігі жерде Алла қаласа жұбымыз жазылмасын, бір-бірімізден ажырамайық, бір-біріміздің жақсылық жамандығымызда бас қосып, шақырысып, енді қатысып, барып тұратын шығармыз енді. Деп ойлаймын өзімше енді. Міне, бұдан кейін енді барлықтарыңыздың отбасыңыздарыңызға жақсылық болсын, мына бүгінгі күннен бастап. Той болсын, еш жамандық болмасын. Бір-біріміздің ылғи қысықшылығымызда, тойымызда осылай қатысып бірігіп жүре берейік. Ортақтасып. Міне, мына бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын, қысқаша аяқтайын енді. Керемет, өлең арнайы болсын. Ең бірінші тұрып сөйлегендіктен. Кереметтер ғашық болған Зүлфия апамның қыз жібектен қай жерге дегім келіп тұр. Мынау бүгін осыдан 45 жыл бұрынғы ақ бантик таққан қыздар, жайнап жарқылдап жүрген жігіттер 45 жылдан кейін бастарын қосып бір дастарханның басында сұхбаттасып көрісіп, жүздерімен дидарласып отыр. Мынау құтты болсын. Дені бастарыңыз сау болсын. Еміре сүйіп атсыздар, Құдай қаласын. Көбіренің қызығын көріңіздер. Еліміз тыныштық болсын. Азаматтар аман болсын.
не дейміз, осы сыйластықтарыңыз арта берсін. Өзі жақсы ғой, негізі класстас деген. Жақсы. Мен де біраз дайындалып жүрмін. Жазып атырам, ана азырда асықтырып, түнім ұйықтап алмаймын мен. Қойшы айналайын, тағатқа айдым. Соңыз кетіп есін там. Келейміз. Аман болыңыздар. Осындай той болсын, тойда кездесе берейік. Ені бастарыңыз сау болсын. Аманшылық болсын. Керемет, рахмет. Келені жыр сыйлағым, гүл сыйлағым, жанымның жайып салып тылсымдарын, махаббат көп маздаған мына ғалам, осындай отбасының білсін барын деп қол шапалақтап қойыңыздар. Мен тағы да бір ыңғайсыздау жағдайда қалыпты, мына жерге ер азаматтардың аты жазылмапты. Сондықтан айып етпеңіздер. Мен сіздермен енді танысып жатырмыз. Сондықтан осы сыныптас келіншектеріміздің, қыздарымыздың аты аталған кезде бірге тұрып сөйлей беріңіздер, өтінішсіздер, ренжімеңіздер, айып етпеңіздер. Ал әпке. Біз үшін той қылатынбыз ғой. Осы тойымыз құтты болсын барлығымызға. Жаңағы пәлен жылда, 40-45 жылда бас қосып жатыр екенбіз, өзіміз ойпырмай, жаңағы танымай қаламыз, танымай қаламыз. Bir адамды мен танымай барып таныдым өз басым. А мені көрген адам мен бірден таниды ол өзі. Мынау, не дейміз, пәлен жылда бас қосып жатқанда, не айтатындар мұнағамыз? Сарнап кебек сол өтті қой. Не дейміз, осындай жақсылықта кездесейік. Әр кезде осындай басымыз жақсылықта болсын, жаманшылық деген болмасын. Бұдан кейін де тойымыз той қыласып өстіп, жақсылығымыз жақсылыққа ұласып, кездесе берейік бар жақсылықта. Не дейміз? Той қыласа берсін. Ішірес тұр, Гүлжан апаларымыз. Шандай жаманшылық болмасын, енді бәрін айтатын ғой, жастан кейін қосылып тұрайық деп, пәлен жылдан бір-бірімізді танымай жатырмыз, қызықты да. Сол той қыласын, ойнап күліп жүре берейік. Амин. Денлерimiz sağ olsun, dastaqanda осындай dastaqanda әрдайым инсаншылықпен кездесе берейік. Енді бұдан былай жаңағы тойларда, қызықта кездесіп тұрады енді. Осы бірімізді сәлмауды ұмытып қаласыздар біз. Өтірмай өсіп басын қосылмай кетер ме екен жоқ. Құдайға шықып Фатиманың мынау. Ойбай, Фатимаға рахмет. Фатимаға іш қоямыз. Әлиманда осы көндір, Әлимада бар. Әлимада бар? Ақсаңдасақ та кетіп, бір көріп ғанымен. Денлерің сау болсын. Аман есен, бала шағаның қызығына тоймай жүре берейік. Кең дастарханның басында шырқасып жүре берейік. Мен сау болсын. Жаңға. Шіркін-ай, сол заман қайтып оралса деп армандайсыздар. Қандай жақсы мінекей, Құдайға шүкір. Өткенге имам қалыңға жырым берсін деген осылай шығады. Өткенде еске алғанымыз қаншама азаматтарымыз кетіп жатыр. Дүниеден, өмірдің ағына. Мінекей өлген артынан өлмек жоқ дейді. Шаңырақтағы кісілер келіп жатыр мінекей. Егер мен мына Гүлекеңмен үйленбеген жағдайда Алла Тағаланың бұйрығымен үйленіп отыр ғой, үйленбеген деп бүйтіп отырмас па еді. Қаншама қыздар сол кезде жап-жас әдемі қыздар еді, бәріне көз қырмызды жаңа компьютерсіз қалдырған оразадан бастап.
Сол кездегі көзбен салыстырып, қазіргі соны салыстырып, мына өмір біраз өтіп кеткен екен. Үлкен білетін қожекеңдер ол кезде жас кейін жас жігіт еді. Отыр құданың шүкір, белгілі имам, біраз жерге ата шыққан кенелді. Мінекей, әрқайсыңыз қаншама қызмет атқарып, соның ләмін татырып көрісіңіз. Жаға шықтыңыздар мінекей. Әрқайсыңыз келіп күлетіңіздер, сүйватсыздар. Ендігі бар нәрсе бір-бірімізбен дидарласып мінекей. Бір-біріміздің бетімізден сүйватымыз, ол қандай сүйіс? Жан бауырымдар болып сүйісіп жатсыңдар. Компьютерді қосып қойып едім, бәрін соны айта берейін десем, біраз уақыт болып тұр. Уақытты қайнаған тұрды ғой, бір сағат сөйлемесе көңіл көрсін. Бақытты болайық бәріміз. Немере шөберенің рахатын көрейік, солсын. Мынау 45 жылдық жалғаса берсін ары қарай. Жылда кездесеміз. Аман болайық бәріміз. Маған онақ қалды. Айсан келсе қайтеді, соны өтеуін өтеу. Небере, шөбере, шөпшек күйе беріңдер. Семьяларында тәтті ауырмай өмір сүре беріңдер. Әрдайым осындай бақсымыз, осындай қызықшылықта кездесе берейік. Енді бұдан былай жылда араласып тұрайық. Bir жылда. Жылда. Мен енді жылда бір адамның өмірі ғой, енді бұдан былай әрқашан солай жылда біз кездесіп тұрайық. Енді мұғалым емес, мен аман болыңдар барыңдар. Ол үшін алып қояқтым, енді арақ шықты. Bir стакан ішіне. дәмден алып отырыңыздар. Әдемі ақ тілектерді жалғастыра берейік ары қарай. Дариға деген апамыз келіп отыр екен. Күмісай, Рахат, Құрбанкүл, Айшагүл деген апаларымыз келіп отыр екен. Сөз кезегі осы кісілерде.
бір адамның өмірі ғой. Сол 45 жылдың ішінде біразын иә. Танымағандарымызды кешіріңдер. Иә. Деніміз сау болсын, ал енді отбасымыз аман болсын. Тойымыз тойға ұлассын. Осыдан шыққаннан кейін ауылдағы қыздардың үйіне барайық. Заманымыз тыныш болсын. Осы денсаулықтың арқасында ғой осы бас қосып отырғанымыз. Бұл күнге жеткен де бар, жетпей кеткен де бар. Сол денсаулықтың қызығын көріп, осындай тойларды тамашалап, аман есен басымызды қосып жүрмейік. Еліміз тиыш болсын, отбасымыз аман болсын. Осы болу керек, сізді жесіп, сыйластықта денсаулықтың арқасында өсіп көрейік. Енді Роза бәрімізді де жылда қосылған деген. Ұнап қалды ғой. Құда қаласа, әйтеуір денсаулықтың арқасында көрісіп тұрайық. Құдай қаласа, рахметіне басқа бірін. Ой, досым қайтыңдар. Саған естеріп қойып. Мәтекеңе десейік. Иә. Мәтекеңе рахмет. Рас қой, өндерің сау болсын, аман болыңдар, бала шағалардың қызығын көріңдер. Бар тілек ниеттің бәрі қабыл бола берсін. Жылға қосыла берсін, құда қаласа. Елдеріміз сау болсын, отбасыларың аман болсын. Немере, шөбере, шөпшек көре беріңдер. Құда қаласа өсіп, басымыз қосыла берсе деп тілейміз енді. Бір-бірімізді танымай да қаппыз кірген кезде.